әйеліме не істесем де жақпайсың деген еркектер осы видеоны соңына дейін көрсін, мен бұның шешімін айтатын боламын. Осына сұрақпен өте көп еркектер дайректке жазады, жеке консультацияға келеді. Сондағысы ол әйелінің энергиясын білмейді. Мысалы қараңыздар, егерде саны бір болатын болса, бірі оны 19-28 күні толған болса, ол сені мүлдем естімейді. Неге? Өйткені оның санасы солай жұмыс жасайды, санасы соған бағытталған. Ол тақта отырған королева ғой. Оған королевский подход жасау керек. Я ол аз деп айтады. Сенің миллионың оған аз болады. Ну, значит, проблема ода ақшада болып тұрған жоқ. Проблема в том, что сен оған приказ бермеуің керексің. Проблема сода болып тұр, да? Как только сен оған приказны тонмен сөйледің, маған сен миллиард әкел, сен оған жақпайсың. Мына жақта проблема шешілді ғой, Значит, сен бірлік әйелмен тұрып жатырсың, значит, оған басқаша подход болу керек. Екілік әйел, екісі 11, 20, 29 күн туылғандар. Керек емес оған ақша. Оған тек қана сенің қарым-қатынасың керек. Сенің оны түсінгенің керек, та? Түсінбесең, оған тоже көп ақша керек емес. Поэтому бұл жақта сол екілік әйелді түсінуге тырысу керек. Оның жан дүниесі нені қалап тұр. Конечно, ол сенің энергияңның көлеңкесінде өмір сүреді, да? Екілік деген шешімді қабылдай алмайды. Сол моментте не болады? Скандал болады. И поэтому просто бұның энергиясын түсіну керек. Үштік сен тупой дейді. 3-12-сі 21-30 күні туылған болса, сенің әйелің, ол айтады, сен вообще тупойсың ба? Не әңгіме айтып отырсың маған дейді, да? И значит, керек емес оған сен красивая, ой, сен кереметсің, сұлусың деп айтқан сені қабылдамайды, да? Нені қабылдайды? Сен ақылдысың. Дүние жүзінде ақылды әйел сен деп айтсаң, сол кезде ол қабылдайды. И ол саған заботасын көрсетеді, да? Төс қамқорлығын көрсетеді. Но если сен оның ақылын қабылдамай, сен оған ақыл айтатын болсаң, ол сенімен ерегіседі. Надменность дейді, сол надменность болады да ода. Төрттіктер, егерде әйелің болса, ну, самый добрый әйел, оның қолы өте ашық. Бірақ ол вечно недовольны болады. Ол қанағатсыз әйел болады. Сен не істесең де оған жақпайсың. Недавно только сондай болды консультация. Әйел төрттік не істесем де жақпайын дейді. Шаршап кеттім уже дейді ғой. Төрттіктерге жақпайсың. Өйткені соның энергиясы солай жұмыс жасап тұр, да? Енді не істейсің? Всегда революциясын қосып отырады. Ну, значит, просто түсіну керек ол әйелдің жан дүниесін түсіну керек. И, ну, наверное, внимание не надо обращать. Әйтпесе, егерде сен онымен қасарысатын болсаң, күресетін болсаң, уже ажырасып тынасың. Не үшін? Өйткені 4 деген это разрушитель брака. А почему разрушитель брака деген кезде неке бұзушылар? Өйткені енді вечно недовольны ғой. И потом саған еркек ретінде надоест, есік тарс еткізіп жабасында бітті кетесің ғой. Басқа жаққа да бұнда әйелмен тұрғым келмейді деп. Бестіктерге қандай подход? Бестіктер ол өпкелеп қалады. Сенің сөзіңді көтермейді. И поэтому оған өпкелейтін сөз айтпау керек. Сол кезде ол ситуация, проблема шешіледі, да? Алтылықтарға не керек? Ой, оларға бәрі керек қой. Оларға комфорт керек, оларға побольше, прям ақша керек, оларға алтын керек, бриллиант керек, норковый шуба керек, прям салоннан машина керек, бәрі керек. Егерде сен ол алтылықтың жағдайын жасасаң, значит, сен оған комфортны боласың. Жасамасаң, значит, сен оған некомфортны боласың. И, конечно, сен оған жақпайсың. Жетіліктер, өмір бақи оларды мойындау керек саған. 7-16-25 күні туылғандар. Олар жұлдыз ғой. И сені мойындатқысы келеді олар. Критиканы қабылдамайды. Тек қана өздерінің нәпсісін көтереді олар. Өйткені олар сверхэгоист болып табылады. Керемет емес пе енді? Мақтап қоясың, зато жағдайын жасатасың да. Оған басқа дүние керек. Олар тоже қанағатсыз. Семеркалар, олар ақшаның санын білмейді. Четверкалар ақшаның санын білмейді. Количествосын, то есть олар түсінбейді ол ақшаның. Обида болмау керек. Сегіздіктер побольше ақша беру керек, побольше еңбек ету керек оларға. Неге? Өйткені именно ақшаның количествосын білетін 8-і, 17-сі, 26 күн туылған қыз келіншектер. Сені миллионер қылады, егер сен еңбек ететін болсаң, егер сен ақшаны контрольда ұстайтын болсаң, и жағасың оған. Ну, жататын болсаң, сен оған жақпайсың. Конечно, ол будет недовольна, я? Еще вдруг сен алтылықсың, еще сенің әйелің 8-дікті, жаттың ба, бәлеге қаласың. Значит, не істеу керек, хотя бы сол кезіңізде бірдеңке істеп тұру керек, та, чтобы конфликт болмас үшін. 9-дықпен қалай тұру керек енді? 9-дық әйелге жағу үшін кішкене сенің энергияң одан басым болу керек. Ол көмектеседі, эмоциясы өте жоғары, жиі ренжіп қалады, жиі өпкелеп қалады.
сол моментте просто оны тоқтата алмайсың да. Ол прям дайын бүткіл бәрін қопарып тастағанға неге? Өйткені ода жауынгердің қасиеті бар емес па? Видите, қалай білген жақсы, иә. Значит, толық білу үшін оның миссиясы кіреді, ары қарай энергия ауысып кетеді. А бұл тек қана бұл программа 33 жасқа дейін жұмыс жасайды. Сондықтан да просто гармония болу үшін өзіңнің отбасында в точности прям есімін білу үшін, оның бүткіл энергиясын білу үшін, онда семейный разборға жазылып, отбасына гармонияны сақтап қалуға болады. Өзіңізде бүгінгі таңда әйеліңіздің қандай қасиеті ұнамайды, соны комментарийға жазып кетіңіз.